Selam dostlar. Sizlerle bir obzemizin yardımcısıyım. Osmanlı adıskayı, kan, tuz, razıkiti, yumurta, çiçek tuz и сухой май. Şimdi mayonez 10 gelik. Hadi keselim. Şimdi şöyle yumurta jararız. Yumurta jararız. Alıştırırız. Dört yumurta olsun. Olan kan tozarız. Bunlar şimdi tez жасап bir videoya basın okudasanız da болады. Unumuzu salamiz. Кішкене тұз саламыз. Разрыхлитель қосамыз. Араластырамыз. Және мына жұмыртқамен қанып қосамыз. Және сұйық майонез қосамыз. 100 грамм. Майонез где-то 2 ас қасық болады. Және сүт қосып кішкене. Тестамыз кішкене қоюлы болды, сол үшін сүт қостым. Осындай қою болады. Енді табаққа салып, духовкаға саламыз 180 градуста. 30 минутта пісіреміз. Табамызды майлаймыз. Құямыз. Не қалауымша, не жем, нелер қоссаңыздар да болады. Менде үзім бар екен, үзім қосам. Қоспай қойсаңыздар да болады. Қалауыңызша өзіңіз не ұнатады, соны қосуға болады. Міне қараңыздар, күшті пісті. Менде 26 размер 26 талабым. Жаңағыстыр күні күшті піскен. Жұмсақ, пышный. Жасап көріңіздер. Қазір кесіп көрсетемін. Қараңыздар. Қалай күшті көтерген. Бүлпілдеп тұр. Қалыңдығын қараңыздар. Жұмсақ. Өңгетіп тұра. Отыз күшті піскен. Қалың болса да. Ас болсын жасап көріңіздер. Өте дәмді.